Пайғамбар алейхиссалам дұғада сол Фирдаусты сұраңыздар деп айтқан Расулullah хадисте. Енді сұраумен бірге бір амал да жасауымыз керек екен. Қарасақ, мына амалдарды естісек, иншалла, Алла бізге осы аятта уәде беріп отыр. Фирдаустың мирасқорлары боласыңдар дейді. Енді қарасақ, жоғарыда біздің шамамыз келетін амалдар айтылды ма, шамамыз келмейтін амалдар айтылды ма? Бізге аспандағы айды алып келді деп айтқан жоқ, біз айтарық, айды алып келетін қалай алып келемін? Намаз оқимыз. Соның кішкене ықылас кіргізсек болды екен. Уақытына мән берсеңіз болды екен. Алла дүние беріп жатыр. Сол дүниенің Алланың бергенін қайтадан өзіне шығарып берсең болды екен. Алла уақыт беріп жатыр екен. Уақытыңды үнемдеп, дұрыс емес нәрсені шегеріп тастасаңыз болды екен. Алла субхана ва тағала бізге киім деген беріпті. Киімді киіп әуретіңді ашпасаң болды екен. Біреудің қатынына қарамай, біреудің қызына қарамай, зінадан аулақ болсаң болды екен. Қарап отырсақ, балалар, біз істей алатын аманатты сақтасақ, уәдемізді тұрсақ болды екен. Иншалла, біздерге Алла Тағала айтқандай жәннат